Сонда Челси Палмерастан өте алмай қалады ғой примерно. Мүмкін. Палмерастан құдай қаласа өтіп тұр деп ойлап отырмын. Ол әңгіме ода емес, ол әңгіме Мессида болып тұр ғой ол жерде. Бускетс, Месси, Суарестер жүр ғой ол жерде. Олар жүрмесе ол 8-0 бітетін ойын, түсініп отырсың ба? Боруссия Дортмундтың бас бапкері Ника Ковач та айтты, біз үшін әрине спортшы ретінде барлық матчта жеңіске жету маңызды, бірақ өтірік айтпай қояйық енді, ақшасы қызықтырып тұр мына турнирінде. Мен былай ойлаймын, Хусанов команданың атмосферасына бір кіре алмаған сияқты, ол қанша жерден жүгіріп тұрса да. Пеп Гвардиола деген кәдімгі Өзбекстандағы бір жағымсыз персонажға айналып бара жатқан бапкер ғой. Армысыз құрметті көрермен, бұл Фон Тим YouTube арнасы клубтар арасындағы әлем чемпионатының ширек финалы басталайын деп жатыр. 8-1 финал ойындары артта қалды. Бірнеше сенсация бар, соларды бір айтып, талқылап, талдап, финалға Челси қай команда шығатынын жалпы олжап көреміз. Олжас Байбосын, Ерсін Ерік, Әлімжан Асқар, Олжеке Ермұхамед Мәулен ағамыз қайда? Өкінішке қарай оянбады. Оянбады. Оянамай жатыр ма? Оян Ермаш. Терең ұйқыда. Терең ұйқы деген бар ма? Қалың ұйқыда. Қалың ұйқы, қазақ футболы сияқты. Таңғы сағат 9:36-да түсіріп жатырмыз енді. 9:36-да Ермұхамед Мәулен ағамыздың оянуы өте қиын. Өткенде бір рет көрдік, бұл жолы болмады енді. Десек те, жақсы футбол жайлы әңгіме айтып, бүгінгі шығарылымды қызықты етеміз. Арнамызға тіркеліп қойыңыздар, лайк басыңыздар. Кеттік дегеннен кейін ешнәрсе жоқ екен ғой, Байбастық. Ерсін Ерік, костюм шалбар киіп алыпсыз, керемет. Иә, ресми кездесулерден келе жатырмын. Ой, Ерсін Ерік. Ресми кездесу не ол, Таңшолпан ба? Халықпен ресми кездесу болды. Ерсін көтеріліп бара жатыр дейді. Аяқтан тартайық шалайық. Ерсін Жота қатты кетіп бара жатыр десеші. тұмар алды ғой міне. Иә. Құтайық бәріміз шын жүректен. Бүгін спорт комментаторлар күні. Әріптесіміз Ерсін Ерік бауырымыз тұмар сыйлығын алды. Бұл тұмар сыйлығы деген Оскар сияқты ма сонда? Жалпы Білмеймін ғой сондай ба? Оскардан да жоғары ау мен үшін негізі. Тэйфи сияқты ғой енді журналистер арасындағы ең беделді сыйлық. Үздік комментатор атағын Ерсін Ерік өте лайық алды. Шын жүректен құтты болсын міне. Рахмет. Осы тарихта екінші рет алып отыр. Екінші болды. Көре алмай отыр ол. Көре алатындар құттықтап отыр, құтты болсын. Рахмет. Бірінші рет осы тұмар сыйлығын Есей Жеңісұлы ағамыз алған. Екіншісі Ерсін Ерік жайлап очерк келе жатыр. Ермұхамедтің алдын орап кетіп алды ғой бұл. Ұятсыз екен. Енді былай ғой. Ермұхамед Мәулен алу керек еді, ұйықтап қалып бірақ десе. Мынау негізі бірінші кезекте министрліктің қосқанына қуандым шыны керек. Әне, костюм жарасып тұр. Екінші сезонда болмады ғой бұл. Иә, ол кезде не үшін сен сәл? Анау Левандовский аламай қалып еді ғой алтын допты. Сол сияқты болды ғой. Былтыр. Бұл алтын доп қой онда. Комментаторлар арасында алтын доп. Былтыр болмады, биыл тағы да қосты. Ана жерде көрдің ғой енді қандай жүлделер: үздік тележүргізуші, үздік жоба, үздік деректі фильм, үздік журналист деген. Солардың арасында осы бізді қосып міне бағалап жатыр. Бірақ енді бір алады деп ойлаймын. Бір ұсыныс бар, спорттық емес, спорт комментатор деп қалдыра салу керек еді. Спорттық комментатор деген. Спорттық та қояма. Спортивный комментатор дегенді аудара салған тікелей. Ұлттық арнадан көрсетіп жатыр. Спорт комментатор бар әп-әдемі. Сондықтан да бұл жоқ, үздік спорт комментатор ол Олжас Байбосын, спорттық комментатор Ерсін Ерік. Кім қалай сөйлейді сондай трофей алады онда. Бұл енді жұғысты болсын. Бірақ мынау футбол жүргізбейтін комментаторлардың бір базынасын айтайын. Өкпесі бар екен. Неге ол футбол жүргізетін комментаторлар ғана ала береді? Басқа не спорт түрі жатпай ма деген сияқты айтып жатыр да. Басқа спорт түрін несияға жүргізеді ғой. Мысалы, мен өзім бір 30-дан аса спорт түрін жүргізіп тастағанмын негізі. Мен білем ғой. Жалпы негізі қалғандар вообще футбол жүргізбейтіндер бар ғой. Футбол жүргізбейтіндер. Мысалы, Жігер Әзберген бар. Хоккей жүргізетіндер бар. Исатай бар. Футболда нөмір бірінші спорт қой енді. Күрес жүргізетіндер бар. Футбол алайық. Иә, футбол сіздер кезекте 3 адам тұр әлі. Келесі жылы болмайды ғой, арғы жылы болады. Ерсін жақсы жүргізген маусымдарда болады ғой. Ерсін финал жүргізген, Чемпиондар лигасында Германияға барған сондай маусымдарда. Құтты болсын Ереке, шын жүректен әзіл шын аралас айтып жатырмыз енді. 1 миллион түсті ма? Мықты.
түскен жоқ, енді түседі. Күтіп отырсың ба? Күтіп отырмын. сыйақысы 1 миллион теңге, 1 миллион теңге, иә. Клубтар арасындағы әлем чемпионатын көріп жүрсіз ба, Ереке? Жоқ, сіз демей ақ қой, мен нормально. Нормально. Көріп жүрмін, иә, көріп жүрмін. Енді мен Реалдың ойынын жібермеймін. Реалдың ойынын жібермеймін. Реалдың ойынын көремін. Бүгін енді 1-0 жеңіп, жаңа қазақ баласы гол соғып, қуанып отырмыз. Гонсало Гарсия Килиан Мбаппенің орнына шығып жүр. Осы маусымда 3 гол соқты клубтар арасындағы әлем чемпионатында, ал Мбаппе денсаулығына байланысты әлі ойнамайды. Енді Реал Мадрид Ювентусты қапы қалдырып, Боруссия Дортмундқа түсті. Бір қызығы, Джуд Беллингем мен Джоб Беллингем арасындағы текетіресті көруіміз керек еді ғой. Иә. Бірақ Джоб бауырымыз болмайтын желден сары қағаз алып, келесі ойынға қатыса алмайды, дисквалификация. Сары қағаз көптігіне байланысты ойнамайды енді Боруссия Дортмундқа қарсы. Шерті жүрміш. Бірақ Джоб Беллингем сары қағаз алып, болмайтын жерден келесі ойынға қатыспайды, Реалға қарсы ойнамайды. Сондықтан біз Джоб пен Джудтың арасындағы ойынды көре алмаймыз. Сонымен де бір теория бар негізі, Джуд Беллингем мен Джоб Беллингем деген екеуі бір адам емес болса, Джуд Беллингем. Енді Негізі аса бір ойынын көп күтпеймін мен. Екеуінің ойынын бір күтетіндей емес қой. Әлі жоқ деген бала ғой, әлі не болады ол қызық деген мен. Ағайындылар енді басқа да ағайындылардың ойыны мен ойлаймын, бір ағайындылардың ойыны негізі қызық болмайды. Боатеңктердің ойыны ішкі. Төбе бұл екеуі ойнайды бір-біріне қарсы. Ертең Чемпиондар лигасында түсіп тұр ғой бір-біріне. Күні кеше ғана Боруссия Дортмунд пен Реал Мадрид Чемпиондар лигасы финалында ойнаған жоқ па? Енді міне клубтар арасындағы әлем чемпионатында ширек финалда ойнап жатыр. Және 2020 жылы Чемпиондар лигасының финалында ПСЖ мен Бавария ойнаған, тағы да бір-біріне қарсы түсіп тұр. Сетканың мына бөлігінде кіл Еуропаның дүлдүлдері. ПСЖ, Бавария, Боруссия Дортмунд, Реал Мадрид. Сол жағында Еуропадан Челси ғана бар. Боулидің істеп отқан шығар? Америкада отыр. Жоқ, Челсида шанс жоқ. Ана Бразилиядан келген клубтар бар ғой. Да? Интерді ұшырып жіберді. Сосын ана Палмейрис пен ана өзара ойнаған ойындар страшно болатыр негізі. Ол осал емес олар. Челси сол Палмейрисқа қарсы ойнайды, ал Әл-Хилаль болса Флуминенсеге қарсы. Сонда Челси Палмейрисіне өте алмай қалады ғой примерно? Мүмкін. Палмейристан құдай қаласа өтіп тұр деп ойлап отырмын. Одан кейін Әл-Хилальға қарсы түсіп, өтіп финалға шығады. Мына жақта Еуропаның командасы финалда ойнайды. Жоғана құдай қаласа деген соны тілейсіз бәсі кәдімгідей Челси өтсе екен деп. Нәпіл намазды дұғаға қосам. Ауыр екен онда. Түнде мен негізі футбол көремін деп тұрмаймын ғой мен. Да? Болды, түсіндім онда. Челси енді менде бір күмән бар, шын айтайын. Өз бір сейілмейтін күмән Челсиге. Осы Палмейрастан шын менде бір тоқтайды ау негізі. Деп ойлайсың ба? Ойлаймын. Енді Палмейрас дегенде жұлдыз бар ма? Жұлдыз, аса бір жұлдыздар жоқ қой жақта? Эстефан деген. Анау Роке деген сол жақта емес па? Витор. Барселонада өнер көрсеткен орталық шабуылшы Витор Роке Палмейраста ойнайды, бірақ ол жұлдыз деп айта алмайсың ғой. Ол енді анау бұлар кембағал клубтар ғой. Бұларға ақша керек. Бәрекелді. Сол мына жақта ақша беріп жатыр ғой. Қазір қаншадан беріп жатыр осы плей-оффта? Енді ширек финалға шыққанға қосымша 13 миллион евро үстінен тарс еткізіп берді ғой. Айтып жатыр ғой, мына жақта бүкіл бапкерлер, мысалы, мынау Манчестер Сити ұшып кетті ғой. Көрмегендер айтуы мүмкін, ой, бұл онда мән бермеген екен ғой бұл матчқа. Ана жақта жан алысып, жан берісіп, барын тастап кетіп жатыр, себебі бүкіл турнирде бір 100 миллион евро жинап алуға болады, мысалы. Сөйтіп, мықты бір футболшыны сатып алып. 100 миллион деген енді бразилиялық клубтар үшін бір жылдық бюджет қой. Мысалы, топтық турнирде өнер көрсеткен Окленд Сити жалпы қатысқан үшін 5 миллион евро алды. Енді тең нәтиже тіркеген үшін неше 1 миллиондай алады. Сонда бір 6-7 миллион алып кетіп отыр ғой. Енді анау әуесқой клуб қой, ЛФ-тің командасы. Ана жақта милар ашып отыр ғой. Бүкіл Жаңа Зеландия чемпионатының футболшылардың бәрін жинап алатындай қауқары бар енді. Бюджетпен кетті. Австралия чемпионатына өтіп кетеміз ба деп есіріп отыр олар негізі қазір. Сондықтан бұл жерде ақша деген өте көп. Боруссия Дортмундтың бас бапкері Ника Ковач айтты. Біз үшін әрине спортшы ретінде барлық матчта жеңіске жету маңызды, бірақ өтірік айтпай қойық енді. Ақшасы қызықтырып тұр мына турнирін деп. Иә. Бәріне солай сияқты ғой енді. Бәріне ақша қызық. Бәріне саған да қызық ақша. Иә. Саған тұмар сыйлығым қызық па, 1 миллион теңгесі қызық па? Тұмар сыйлығы қызық қой. Ақша қызық. Шынымды айт. Шынымды айтам? Детектор лжиға апарамыз айтып. Жоқ, тұмар сыйлығы керек, конечно. Сен оны кімге, Челсимен салыстырып айтып отырсың ба? Челсиге мысалы енді ақша керек емес деп айтпай қойын, бірақ
қазірде трансферлерін көріп отырсыңдар ғой. Жасап жатыр ғой әшейін. Байно Гиттенске 65 миллион евро деп жатыр мысалы. Сондықтан бұл жолы Челсиде енді трофей қызықтырып тұр. Негізі Байно Гиттенске 65 деген көп негізі. Неге олар қатты Бұлар бағалай сол өздерін? қара нәсілді адамға қызыға ма, Челси ше бір алсаңдаршы, бір баяғы Лэмпард сияқты. Челсидің шабуылы ағарып келе жатыр ғой. Бір-біріне ұқсап қалған бәрі өңкей. Ортада Делап бар, Палмер бар, жайлап. Сол Делап деген баяғы анау Делаптың баласы екен. Соның баласы. Сток Ситиде ойнаған. Рори ма? Ауттан лақтыратын еді ғой, білесің бе? Сүлгімен допты сүртіп алып кәдімгі. Соның баласы. Міне әке көрген оқ жанар. Рори Делаптың баласы. Ортада шабуылда ойнап жүр. Енді жайлап кезек-кезегімен матчтар бастайық. Сол Палмерас Ботафого арасындағы ойын бірінші матч болды. Жалпы қатты бір ел назарын өзіне аударған жоқ, бірақ ыңғайлы уақытта өтті. 9-да, сосын 8-ден бірінші финалдың бірінші матчы. Негізі кішкене осы FIFA, Джани Инфантино арты ауырма деп ойлаймын бір жағынан ше. Клубтар арасындағы әлем чемпионаты ойбай деп ұйымдастырды. Бірінші матч Интер мен Әл-Ахли 0-0 болып бітті. Не мынау деді ана турнир. Сосын адамдар, топтық турнир ғой, қызық емес, плей-оффтан бастап көрейік десе. Палмерас мен Ботафого түсіп, тағы да 0-0 ғой. Қызық емес, ешқандай шабуыл жөнді жоқ, прессинг деген атымен жоқ. Осы ең прессинг жасайтын Бразилияда Палмерас ғой. Оның өзі де еуропаша стильде ойнаған жоқ, бірақ 100-ші минутта Паулиньо шықты да. Ол ертерек шықты сәл. 100-ші минутта гол соқты. Сөйтіп 1-0 есебімен Палмерас жеңіске жетіп, Ботафогоны жарыстан ысырып тастады. Екеуі бір елден, бір чемпионаттан. Чемпионаттағы ойындар 0-0 болып біткен. Әлем чемпионатында 1-0 есебімен Палмерас жеңіске жетті. Сөйтіп Бенфика мен Челси ойнады. Енді Бенфика мен Челси ойыны күйдіргі матч қой. Челсидің жеңісіне кіріп ағам. Немен? Бүкіл мал мүлкіммен. 86-шы минут. Ойын тоқтайды 1-0. Бітті ғой, 5-ақ минут қалды ғой. Ана ойын тоқтап тұр. 2 сағат. Тоқтап берді сол ойын. Найзағай. Мынандай заң бар ақшта. Кез келген спорт шарасы найзағай ойнаса тоқтайды, үзіледі. Қауіпсіздік шарасы. Және ол қызық, мысалы стадион 16 радиуста, 16 километр радиуста бір жерге жай түссе, болды тоқтайды жарты сағатқа. Жарты сағатқа, Жарты сағатқа. Бірақ сол жарты сағат ішінде тағы да бір рет ФКТ қалса? Жасын ФКТ қалса, онда тағы да жарты сағатқа. Тоқтай беріп сөйтіп кете береді. Сөйтіп түбі 2 сағатқа созылған ғой. 2 сағат ішінде игра кальмар көріп алдым ана жерде. Торнадо болды ма еще бір матчта? Торнадо дегенде болуы мүмкін деп демен тоқтатып қоя салды. Жоқ, сонда мынау ақшта вообще футбол ойнайтындай условия жоқ қой? Жоқ. Условия жоқ. Келесі өтетін әлем чемпионатына кәдімгі қойып қойғаны бар екен олардың. Ендігі жылы шармендейшн болып отырамыз. Мына Джани Инфантино неге Трамппен қайта кездесе береді деп ойласақ, сол екен ғой, мына заңды өзгертейік деп. Ал заң федеральный екен да. Оғандай штаттікі болса, штатта қылады келісіп өзгерте салуға болады. Ана федеральный закон деген қиын екен. Жалпы Америка құрама штаттарында тұратын қазақтар айтып жатыр, бұл заң негізі көп болған жоқ дейді қабылданғанына. Бәсе анау осының алдында 94-ші жыл өтті ғой, әлем чемпионаты ақшта. Ондай бір ешнәрсе болған жоқ дейді адамдар мысалы. Мына жол неғып көйіп бітті. 94-ші жылы тым болған жоқ қой ол кезде, әлеуметтік желі ештеңе жоқ қой бізде. 94-ші жылғы әлем чемпионаты өткен кезде ақшта, иә? Ол кезде неше команда ойнады? 16 шығар? 32 команда ойнады. Сендер туылмағасыңдар ғой өзде? 95-те туылды. Бірдемін ғой. Бірде емес. Нөл десің ғой. Инга ғой. Көрдім бірақ мен десей. Көрдім бірақ десей. Иә. ақш мен иран арасындағы матчты көрдім де. Мысалы 90-шы жылы әлем чемпионаты болды ғой. Көрген жоқсың соны? Иә, көрген жоқ. Не болыпты? Бізге айтады 94-те туылмадыңдар деген сияқты. Енді дұрыс қой. Жоқ, ол әлем чемпионаты андай бір Роберто Баджоның чемпионаты болған негізі. Финалда бірақ ол пенальтидан гол сала алмай қалады да. Сонымен қаһарманнан антиқаһарманға айналып кетеді. 3 жастасың ғой сен? Жоқ, оны оқып біліп аласың қайдадар болған кезде. 5 жаста футбол көресің ба? Иә. Тоқтап бітті. Енді Роберто Баджоның пенальти тебе алмай қалған бәрі біледі ғой. Жоқ, енді көзбен көргендей, тікелей эфирде көргендей айтып жатыр да, иә. Айта береді ғой. Енді бізде 94-ші жыл естерінде болса, ана Бразилия Италия финалы болды ғой деп жібере бересің ғой енді. Иә. Жоқ, сонда келесі жылы қара, әр чемпионатта бір футболшы жұлдыз болады. Жұлдыз болып есте қалады. Бірақ соңғы әлем чемпионаттарында ондай жоқ. Былай қарасаң. Месси өткен оған дейін қалыптасып қойған еді. Мбаппе? Соңғы әлем чемпионаты қашан болды? 2018-де Мбаппенің эффекті сол кезде, мысалы 2002-де Роналдо бар, Зубасик. Иә. Ондай сияқты ол тарихта. Оның сырын айтайын мен. Ол кезде футбол аз көретін адамдар. Әлем чемпионатын ғана көреді, Еуропа чемпионатын ғана көреді. Жоқ. Сол
басты себеп сол. Зубастик Роналдо ауыр жарақат алып 2 жыл ойнамай келіп, осы әлем чемпионатында ойнап 8 гол соғып, Бразилия чемпион болып, үздік сұрмерген болды ғой. Сол күтіп отты ғой бәрі. Тағы да қазір сынып қалуы мүмкін, не болады екен, қалай болады екен деген кезде аккуратно өтіп кетті да, чемпион болып кетті да. Бірақ 2008 жылға дейін мысалы футбол көрген адамдардан сұрайсың ғой, жалпы футболға қалай ғашық болдың деп. Мен 2004 жылы Еуропа чемпионатын көрген едім, сол кезде маған Грекия құрамасы ұнады да, мен жанкүйер болып кеттім деген сияқты. Немесе 2000 жылы Зубастик Роналдудың ойынын көрдім да, мен футболға ғашық болып кеттім деп. Қазіргі жанкүйерлерден сұрасаң, Барселона Интер матчын көрдім Чемпиондар лигасында. Бір ойын әсер етеді ғой. Иә, сондай. Қазір футбол өте көп. Біз ойыншыларды күнделікті танимыз да, сондықтан әлем чемпионатында, Еуропа чемпионатында бізге сюрприз жасау қиын. Мысалы, Патрик Шик Еурода сұрмерген болып кетті ғой. Біз бәріміз, мәні Чехия мықты дек. Кейін чемпионаттағы ойындарын көрдік та, қарапайым футболшы екен. 22-де шынымен осы жерден келіп шығады ғой, футболда матчтардың көп болып кетуі керісінше зиян болып жатыр қазір оларға. Олар мысалға кеше Баварияның президенті айтып жатыр. Біз отырып сөйлесу керекпіз. Бұның бәрі неден келіп шығып отыр? Футболшылар үлкен жалақы сұрайды. Үлкен жалақы сұрағаннан кейін клубтар не істейді? Қатысуы мүмкін болған турнирдің бәріне қатысады. Өйткені ақша. Пузырь болып кетті ғой, пузырь. Біз ақшаны қайдан табамыз? Өйткені олардың айлығын төлеп беру керек бізге. Сондықтан да біз осындай турнирлерге ойнауға мәжбүрміз. Иә, дұрыс. Отырсың ба? Дұрыс. Мысалға сол Шиктің эффекті баяғыда Поборский, Недведтер 96 жылғы немен салыстыруға келмейді, үздік сұрмерген болған. Бірақ сол кезде Чехия финалға не жетіп барған. Мысалға. Қазір мынаны ойлап тұрмын мен, мысалы, клубтар арасындағы әлем чемпионатына қатысып жатыр ғой футболшылар. Одан кейін ары кетсе бір 2 апта, 3 апта демалды, максимум 1 ай, иә? 1 айда шықпайды ғой негізі. 1 айға шықпайды, финалға шыққандар 1 айға жетпейді. Өлдім, енді 1 ай демалады, демалса демалды. Одан кейін қайттан маусым басталып кетеді, 2 ортада мынау дайындық бар, оқу жаттығу жиындар бар. 1 айда демалмайды ғой. 2 апта ғой сонда. Оқу жаттығу жиындар бар, одан кейін ұзақ маусым біткеннен кейін ұлттық құрамалар арасындағы әлем чемпионаты болып кетеді да, сонда бұлар демалмайды. Робот, жарақат деген содан болады сосын. Кеше Қытайда көрдің бе роботтардың футбол ойнап жатқанын? Саған не, бір рандомный сөз болса болды ма? Тақырып. Мен де андай, не болды андай, не өтуші де ондайды. Связка. Біз саған связь дейміз, сен қа дейсің. Соларды көрдім. Солардың футболын көреміз. Жоқ, қазір қызық емес. Болашақта көреміз солардың футболын. Мыналар жай болып қалады сияқты осы. Мбаппенің да басқасы. Ана реклама бар еді, Найкидікі ма? Роботтарға қарсы адамдар футбол ойнайтын ше. Үздік реклама ғой футболдағы. Мен есімде жоқ. Сен есіңде бар ма? Пепси шығар. Кезінде соларды түсіретін еді ғой. Найкидікі ғой, иә? Гай Ричилар түсіретін ғой. Енді жігіттер сол Бенфика Челси матчы. Соны айтып жатыр ма? Ойын үзіліп қалды 86 минутта. Кейін 2 сағаттан кейін қайта жалғасты. Сөйткен кезде болмайтын жерден пенальти жасап берді ғой әйтеуір Бенфикаға. Осы жерде айтсаңызшы ол жерге Ербаштың орнын жоқтатпайды. Бірақ овертаймда Ди Мария теңестіріп овертаймға кетіп қалып, Делап деген гол соқты осы ойында. Жоқ, Делап соққан жоқ. Кристофер Нкунку. Делаптың ойыны қалай екен? Жалпы маған жоқ. Берді Делап, бір қай ойында ұмытып қалды. Ол гол соқты деймін бір ойында. Сол ойында соққан жоқ. Жоқ, бұл ойында соққан жоқ. Алаңнан кетіп қалды, бірақ Эсперансқа қарсы ойында гол соқты. Бұл матчта Кристофер Нкунку есепті 2-1 қылды, одан кейін Педро Нето, одан кейін Дюсбери Холл соқты. Делап маған әлі екен менде Тасболатұлымен талқылағам осы мәселені. Болмайтын пастар шығаратын футболшы болып кетті. Ол ағылшындық футболшы болғаны үшін де бағасы қымбат. Джек Грилишті білесіңдер ғой, қанша алған Сити. Негізі ол ақшаның жартысына тұрмайтын ойыншы ғой. Жоқ, мен жаңаға таң қалдым. 65 берген кімге? Гиттенсқа. Ол основада болған жоқ қой, Дортмундта мысалы. Қалай оған 65 береді? Ақша көп пе? Болашағынан зор үміт күтеді ғой. Енді бірақ ол да английский футболист қой, иә? Челсидің бүкіл трансферлері болашағына зор үміт күттіретін болып отыр ғой қазір. Пари Сен-Жермен, Интер Майами 4-0 талқандап тастады ғой Мессиіңді. Осы ойында негізі былай болды ғой. Сол ойын болатқан кезде біз подкаст түсіріп аттық қой, бөле болды. Ол 4-0 болды бірінші таймнан кейін. Сендер түсіру кезде жасындар қайттан шақырмадыңдар ғой бізді. Осы жерде КПЛ-дың несін жазып атқан кезде ойнады. Иә, шақырып. Сөйтіп Месси айтқан сияқты раздевалкада, жігіттер болды, тоқтаңдар. Қайтақ деп па? Ары қарай енді қатты бір ойнамай. Жартылуына қажет жоқ? PSG-ға айтқан ба сонда? 4-0 болды да сонымен тоқтады. Сөз өтінді ма? Бірінші таймнан кейін дейсің ба? Бірінші таймнан кейін 4-0 болды, сол бітті ойын. Сөйтіп айтқан ба сонда? Иә. Пасар жоқ.
Қаяқтан біледі мұндай әңгімелерді? Ойыншылар арасында бір-біріне енді сыйластық деген болады, түсініп отырсың ба? Олар да адам ғой, сөйлеседі ғой. Сен не ойлайсың ба, не мысалы ойынның алдында мысалы Мессилар қарсыласпен сөйлеспейді деп, немесе Криштиану Роналду. Сөйлессе де енді болды осы жерде, тоқтаңдар деп. Мен саған айтайын, даже мынандай әңгіме бар. Қарсылассаң айтсай, қарсыласып не күле бересің? Әдейі өздерін байыптану бөлек. Мысалға қара, мысалға айтады, егер жестко ойнайтын болса, қорғаушылар айтады, давайте футбол ойнайық, честно болсын, жестко кірмеңдер, нормально ойнайық дейді. Мысалға абыройы бар оның. Матчтан кейін Криштиану Роналду айтса солай. Сосын ол айтады, болды, респект, давайте чисто футбол ойнаймыз, андай падла тірлік жасамаймыз, аяққа кірмейміз деген. А Неймарға келген кезде білесің, неге кіре береді аяғын сындырып? Немеге? Өйткені ол оны атеист дейді, аналарды түсініп отырсың ба? Бір ұятқа қалдырып, камераның алдында бұтынан өткізіп жіберіп, солай бір падла тірліктер істейді. Ал Криштар мысалға көп ойында олай істемейді. Арасында болмас. Жарайды, олар істемей қойған, Криштиану ол жарайды. Жаңа Мессидің айтқан. Иә. 4-0 бірінші таймнан кейін Маркиньостармен бірге ойнаған ғой да, Доннарумамен бірге ойнаған айтады ғой. Жігіттер дейді ғой. Жігіттер, бір гол беріңдер деп неғып айтпайды енді? Жоқ, осы жерде тоқтаңдар болды дейді. 8-0 болып кетпесін дейді, түсініп отырсың ба? Осы әңгімені қазір сол анау аргентинский фанаттарға айтсаң, білмейді мысалы. Біз қаяқтан біліп қоямыз деп таңғаламыз, біз мықтымыз негізі. Неге білмейді, біледі? Біле ма? Иә. Пабло деген жаңағы футболды сәл түсінетін, көретін адам біледі ғой, түсінеді ғой. Айтады ғой, жай убаз дейді, жігіттер дейді. Ана Челси айтпаған ма екен, қазір бір пенальти беріңдер, сосын 3 голды дополнительно жібере саламыз деп айтқан шығар. Тағы да ойнайық деп, Ойнайық деп. Ондай нәрсе, қара, жарты сағат күтті да, 5 минут көрмесін деп келіскен ғой. Ондай нәрсе кімдерге, германиялық клубтарға, Германияға өтпейді ондай әңгімелер. Фламенго Баварияға айтқан ғой негізі. 2-4 болып бітті ғой матч. Фламенго айтқан 4-4 қылайық деген. Германия нифига деген ғой. Жоқ, оны ғой, жаңа Реалмен кім ойнады ғой? Боруссия Дортмунд. Шамасы біледі. Ойнаған жоқ. Боруссия. Ойнайды енді. Ювентус ойнады ғой. Соны айтқан ғой енді, Хаби Алонсо, абырой бар. Жаңа бір гол. Артық соқпаймыз. Сендер де жыртылмаңдар. Бір гол нормально. Бірден. Осылай шығады екен ғой инсайт деген. Ол әңгіме ода емес, ол әңгіме Мессида болып тұр ғой ол жерде. Бускетс, Месси, Суарестер жүр ғой ол жерде. Олар жүрмесе ол 8-0 бітетін ойын, түсініп отырсың ба? Мен көрдім ғой, сен көрдің ба Интер Майамидің ойынын? Бірінші ойында 5-0 қылатында ма? Атлетико ойнады. Атлетико Мадрид 4-0. 4-0. 2-2 таймда гол соқты ма? Сонда Гризмандар айтпаған ба? Не деп айтады олар? Қояды, болды осы. Сен деңгейге қарасай, Интер Майами, мына жақта Атлетико. Мына жақта спортивный интерес бар. Деңгейі бірдей, екі команда ойнап жатыр. Мына жақта деңгейі бірдей емес. Интер Майами мен Астананы ойнатшы, қазір Астана жеңіп қояды, мен саған айтайын. Тамасов ана жерде кәдімгі хет-трик істейін деп тұр ғой. Өйткені мен олардың ойынын көрдім ғой, сен көрдің ба Интер Майамидің ойынын көрдің ба сен? Қай ойын көрдің? Интер Майамидің ана жеңіп қойған Портумен ойынын көрдім. Точно көрдің ба? Қайдан білемін көрмесем? Өтірік соғасам ба? Көрдім деймін, айттым ғой саған, Порту деген бітіп деген деп. Енді қарасайшы, енді ол жерде мысалға ойын жоқ қой, футбол емес қой ол. ПСЖ мен Атлетико бірінші таймда 2-0 болды ғой. Одан кейін жалпы Атлетико айтқан ғой негізі. Жігіттер болды, осымен жетеді деп ше. 2-0 бітейін деп атқан ғой. Майюли мен Ликанин шыққан ғой, естімей қалған ғой олар. Сондай әңгіме бар еді ғой, иә? Мына айтып атқан әңгімесі рас екен. Бразилия мен Германия ойнағанда ше. Жетте бір есебімен ойын аяқталған кезде. Бапкер айтпай ма? Болды, ят болады. Бірінші таймнан кейін 4-0 болады есеп, 5-0 ма болады. Сол кезде айтады, болды, тоқтаңдар дейді. Сол Шюрле естімей қалды әңгімені. Білесің ба? Базар жоқ. Мынау не деген әңгімелер? Болған әңгіме ол. Мынау турнир қожайындары, осы Мараканадан шарманда қылмайық, жігіттер болды. Ал Шюрле естімей қалған сосын? Шюрле дубль істемей ма? Йоахим Лев айтпай ма? Шюрле душта болған сол кезде. Шюрле мына қазақтың бірінші таймнан кейін немей душқа түседі ол? Заменадан шықты ғой ол. Тыңдашы бір айтайын. Шюрле сонда дубль жасағанда бір өзі ворота центрдан жүгірген ба? Қалғандар бәрі жынды ма анау неме бәле деп отқан ғой бәрі. Центрдан жүгірген жоқ. Енді сен салма дегенде ол сен барып тұрып, кәдімгі барың салма, жай ойнай бер 45-ді өткіз деген әңгіме ғой. Енді Шюрледан жерде голдарын көрсең өте бір қиын позицияда. Ондай Қазақстан премьер-лигасының әр турында Астана Қазақстанға жарайды оны. Сенемін мен Қазақстан олардың тілін түсінесің. Бүкіл әлемде бар. Жоқ, бары бар ғой. Бірақ принципиальный ойындар бар, ондай нәрселер өтпейді. Бәрі бар ғой, сен Месси болды деген әдемі айттың да сол ма? Бавария Фламенгоны өттім, және Бразилияның бір клубы Флуминенсе Интерді шарсан ысырып тастады. Интер деген қартайып шаршап қалды ғой, болды ғой. Иә, дымалма деп. Бұл бычыт шықты.
Финалға бекер шығыпты негізі. Финалға шығып еді, содан кейін бәрі бұзылды ғой. Интердің болельшігі бір қорғап, мынау дым бір айтпайды ғой. көрмегенді көргендей қайта бересің. Интерді сен бірдеңе депутаттыққа дайындалып жатқан жоқсың ба? бар ондай. Айтсай, сен Интерге бірдеңе десей. Жаңа сыйлық алған кезде даусың монотонный болып кетті. Видео ма? Сыйлық алса, халқыма алғыс айтамын дей ма? Енді халқың арқасы. Еще ана жерде отырып алып, Интердің бір ойынын көрмеген, Интер туралы айтып, биыл түк жоқ, ойын жоқ. Интер туралы бірдеңе десе, не болып жатқанын айтса, жаның ашымай ма? Команда жоқ уже, болды. Халқан Çalhanoğlu кетейін деп жатыр. Болды, Әл-Хилалға жанкүйер бүгіннен бастап. Ауыса бересің. Сонымен анау ішінде алауыздық туындап жатыр, түсініп отырсың ба? Лаутаро жазып жатыр. Жаман айтты ғой Лаутаро. Иә. Осы Интермен болғысы келетіндер Қалсын, ақшаны алатындар кетсін деді. Костюмін киіп жоғалсын осы жерден деді. Ол кімге айтты білесің ба? Кімге? Hakan Çalhanoğlu'ға. Іште шіріп жатыр. Инзаги кетіп қалған Кристиан Киву деген келді. Білесің ғой, ол футболшы болған. Ол кезде бармын өмірде. Бармын. Шлеймін көргенсің ғой. Бірақ сен айтсайшы, бразилиялық клубтар мықты. Бразилияның 4 клубы плей-оффқа шыққан жоқ. Неғып жатыр? Бағаламай жатыр дұрыс. Бірақ Интер әлсіз болды ғой. Мен сендерге айтайын. Бразилиялық клубтар бағаламай жатқан деген, енді бағаламаймын. Неге айтайын ба? Мысалы, сен көрдің ба? Боруссия Дортмундпен, Боруссия Дортмунд емес, кеше кімді жеңді анау? Флуминенс сенсация болған кім еді? Кім? Флуминенс Интерді жеңді ғой. Сол кезде анау флангтан пас келеді. Иә. Анау Интердің игрогына тиіп кетеді. Әрине. Сонда анау Зоммер не істеп тұр мысалы? Зоммер енді сол тиіп кетіп отыр ғой Бастонияға енді. Жоқ, анау негізі алатын ойын анау бар ғой. Бразилиялықтар жағдай жасай ма, или договорняк па, сондай бірдеңе? Жоқ, договорняк емес, жағдай жасамайды. Ақшалары жоқ қылардың бейшараға қалай договорняк жасайды Бразилия? Жоқ. Ол жерде Флуминенстің жігіттері айтқан ғой Зоммерге 2 гол деген. Өткізесіңдер. Сондай бірдеңе айтқан. Яғни Зоммердің мен не даламын? Ерсін түсінуің керек қой, рикошет болып қалды, Зоммер дайын болған жоқ қой. Бастонияға тиіп барып, кімнің басына келді. Зоммер ондай нәрсеге қабылдамайды, ол келіспейді ол. Бір түсінген, Олжас болейтін командалардан түк шықпайды да, сондай бір ауыр. Келесі матч. Мысалы Жетсай. Қалай Жетсайдың жағдайы? Жетсай туралы айтуға болмайды қазір. Неге? Қысым болып жатыр оларға деймін, жоғары жақтан. Айтпаңдар. Жоқ, Қазақстандағы ең танымал клубтардың ішінде бестікке кіріп отыр ау деймін Жетсай уже. Манчестер Сити Әл-Хилаль. Жалпы басты сенсация деп айтуға болады, себебі мен Интердің ұшып кеткенін бір қатты жаңалық көрген жоқпын. Атлетико Мадридтің топтық турнирден шыға алмай қалғаны менің қынжылтқан жоқ. Портудың 2 ұпай алғанына таңғалған жоқпыз, бірақ бәрін айтшы, анан жеңілгенде иккен жоқ, мынан жеңілгенде. Болды. И так айтып тұрсың ғой. Енді Әл-Хилаль Манчестер Ситиге қарсы ойнады. Әрине Әл-Хилальдің құрамы мықты. Еуропаның договорняк мықты. Сен де анау КПЛ-дан кейін не болып қалмайсыңдар ма осы? Әлемнің бәрінде бар договорняк деп отырсың. Жоқ, анау ол негізі Манчестер Сити осы маусымда шірді ғой. Ағылшын премьер-лигасында болсын, салыстырмалы түрде алдындағы маусымдармен. Сол клубта құлдырау әлі де бар да. Кешегі Әл-Хилальмен болған ойындағы, мысалы қорғаныстағы өкілдері нашар. Эдерсонды айтайық, нашар. Ана жақтағы Ясин Буну бар, мына жақта Эдерсон. Сол ана Хусановты алды да неге ойнатпайды түсінбеймін. Былтырғы статистикасы Хусановтың мықты. Ермаш жоқ, ешкім көрмей ма деп едік. Айта бер. Жоқ, енді Хусановты алды, 45 миллионға алдың. Өткен маусымда Манчестер Сити бүкіл қорғаушыларының статистикасын алатын болсаң, Майскордың өзінен аласынса. Оныкі жоғары бәрінен, бірақ ойнамайды. Неге? Түсінбейсің. Жоқ, кімнің орнына енді? Мына жақта Диаш тұр, мына жақта Гвардиол тұр. Кімнің орнына шығады? Диаштың орнына шығу керек. Диаш Гвардиолдың орнына мына жаққа шығу керек та, Гвардиол левый флангқа кету керек. Өзі ойнады ғой осы маусым. Нунеш бар ғой. Нунеш пен Айт Нури екеуі айырып отыр ғой қапталды. Айырамады ғой енді осы ойында. Жоқ, мен былай ойлаймын, Хусанов команданың атмосферасына бір кіре алмаған сияқты, ол қанша жерден жүгіріп тұрса да. Тілдік барьер бар енді, түсінікті оның барлығы, бірақ енді ол мысалға жас футболшы, ол желаниясы бар, ойнағысы келіп тұр, ойнату керек. Ойнады ғой осыны. Немесе жіберу керек арендаға. 2 маусым ойнап кел, пісіп жетіліп кел, одан кейін сөйлесеміз деген сияқты. Жіберетін жар. Ювентус сұрап жатыр оны. Хусановты Ювентус сұрап жатыр. Ол Италияға барып. Оны Ювентус өзі білмейді десең. Ювентустың өзі енді естіп жатыр. Жоқ, Хусановты негізі шынымен де арендаға беру керек шығар, өйткені өткенде бір матч ойнады ғой клубтар арасында. Бірақ ойнады, оның өзінде ауыстырып жіберді. Былай қарасаң, ол орталық қорғаушыны ауыстыру деген абсурд нәрсе ғой. Иә.
сондықтан да Абсурд нәрсе болғанда сары қағаз болды ғой. Пеп Гвардиола деген кәдімгі Өзбекстандағы ең бір жағымсыз персонажға айналып бара жатқан бапкер ғой. сонда оны 90 минут ойнауға лайық па ол? Лысый шарлатан. Иә, неге лайық емес? Хусанов лайық па 90 минут ойнауға? Орталық қорғаушы шығарғаннан кейін ол 90 минут ойнайды ғой. 90 Жоқ, қазіргі бәсекелестікті жеңе ала ма? Енді бәсекелестік жеңбеген олардың қарсы сен статистикасына көрсеткіштер нашар жатыр қорғаушылардың. Ол жерде нақтысын айту керек енді. Диаш, Гвардиол, Нуньеш, Айт Нури. Айт Нури келді ғой еще. Айт Нури кеп айырып отыр. Хусановқа орын жоқ. Айт Нуриді қоя бер, ол фланговый ғой, ортадағы не жоқ, Хусанов оң қапталда немесе ортада ойнайды. ойнайды. Нуньеш деген мысалға ол Манчестер Ситидің деңгейіндегі футболшы емес, мен айтамын, правый флангты бір айырып атқан түгі жоқ оның. Ортадағы мысалға орталық қорғаушыларды олар всегда ауыстырып отқан, мысалға оның атақ абыройына қарамаған ешқашан Манчестер Сити мысалға. Хусанов Витер Рейске конкуренцияны ұтылып отыр мысалы. Витер Рейс өзі қосалып құрамда отыр. Енді ол жерде ешқандай бір андай конспирология іздеудің керегі жоқ, жай ғана конкуренция әзірге Әбдіқадыр Хусанов ұта алмай жатыр. Енді соны мынау айтып жатыр ғой, конкуренция деген қара жаңағы нелер очколары Хусановтікі жоғары, мыналарды төмен деп. Жоқ, конкуренциядан қалай жеңіледі ол мысалға. Енді соны Пеп Гвардиола футболда әлемде ең қатты түсінетін адам болып, очкосы жоғары екен, осы Хусанов шығарайын дейді. Жоқ, ол ең қатты түсінетін адам болған кезде ол тренер бол, бірінші кезекте адам бол. Ол мысалға Бавария келген кезде Левандовскийді ойнатпаған мен білем. Ол біреуге личный бір ұнамай қалса, ол ойнатпайды ол. Ибрагимовичпен сондай нәрсе болған мысалға. Футболды түсінген емес ол жерде. Жоқ, ол жерде авторитетті сындыру элементі де болды ғой. Тойына нағып ешкім бармапты? Кім тойына? Хусановтың. Алыс ғой. Алыс па? Сен барып келдің Өзбекстанға, иә? Білмеймін. Айтқан жоқ па? Не алайын деп ема? Коллективті шақырмаған екен ғой Хусанов. Жоқ, Әбдіқадыр Хусанов деген мықты футболшы екенін біз мойындаймыз ғой. Ол келе салып Челсиге қарсы ойында негізгі құрамда алаңға шықты. Бірақ болмай қалды, ол ойын есімізде. Келе салып бірден Челси гол соғып кетті Хусановтың қателігінен кейін. Бірақ сонда да Манчестер Ситидің бас бапкері оған сенім артты. Ливерпульге қарсы ойында шықты, Реал Мадридке қарсы Чемпиондар лигасының матчында шықты, өзінің мүмкіндігін алды Хусанов. Енді бірақ қорғаныста Рубен Диаш бар, қорғаныста біз жаңа айтқан Йошка Гвардиол бар, әлемдегі ең қымбат қорғаушы. Жай ғана Хусанов қазір конкуренцияны ұта алмай жатыр. Енді келер маусымда арендаға конкуренцияны қалай жеңеді оған мүмкіндік беріп жатқан берілді ғой, енді Әл-Hilалға қарсы ойында шықты ғой. Енді мынау Әл-Hilалға қарсы өте маңызды ойын. Кімді алып тастайсың сен? Енді сол маңызды ойында шіріп отқан жоқ па? 4 гол өткізіп алған. Ол матчтан кейін гол белгілі болады. Матчтың алдында сен қарайсың ғой, құрамда қайсысы футболшы мықты екен. Сен құрамды құрған кезде кімді алып тастайсың мысалы? Именно сол Хусановтың позициясында. Ол оң жақта ойнайтын. Ол Диаш. Мысалы Нуньешті немесе Диашты алып тастайсың. Португалия ұлттық құрамасының футболшыларын. Ол енді өте қате болады. Сөйтіп Әл-Hilалдан ұтылып қалса, онда сен қарасайшы енді вообще Манчестер Ситиді алып қарайтын болсаң, Кевин де Брюнені мысалға да сатып тегін кетіп жатыр мысалға. Джек Грилишті осы жерге қоспай жатыр. Осы құрамға, осы чемпионатқа, өйткені ол дайын емес деген сияқты. Оны былай қазір қазбалай беретін болсаң, кезінде Яя Турені просто кәдімгі трәк сияқты лақтырып жіберген кезінде. Олар авторитетке, біреу мына жердің футболшы екен, мынау Португалияның капитаны екен қарамайды олар. Дұрыс қой енді, сол ғой мысалы. Жоқ, сен қазір айтып жатсың да, ол неге ол Португалияның ойыншы қалай алып тастайды оны? Мынау Гвардиол енді қалай алып жоқ, мықтырақ қой деп жатыр. Гвардиол мен Диашқа Хусанов Гвардиола мен Диаштың жанында тұрмайды. Оны мойындау керек. Оң қапталған Нуньеш енді төсек қалған, сен Хусановты оң жаққа қоя алмайсың. Әрине, қазір керісінше Пеп Гвардиоланың ойын стилі өзгеріп жатыр. Қапталда футболшыларға көбірек сенім артып отыр. Нуньеш пен Айт Нури жиі құрайтын футболшылар. Айт Нури болды енді, бұл жақты бермейді ол ешкімге. Айтпағым, мынандай да мысалы, Джек Грилиш мысалы, позициясы басқа, бірақ сонда да келтіруге болады мысал ретінде. Негізі құрамда орын таппай отыр, дұрыс па? Ол өте қымбат трансферге ақшаға алынған футболшы. Ағылшындар айтып жатыр, Джек Грилиш конкуренциядан жеңіліп жатыр деп, иә? Ол конкуренциядан жеңілді. Ол өз-өзіне жеңіліп жатыр. Жеңілді, кімге? Өз-өзіне жеңілді, әріптесіне жеңілді. Әйтеуір орын жоқ оған құрамда, дұрыс па? Сөйтіп ол шықпай жатыр. Ағылшындар сөйтіп футболды түсіндіріп беріп отыр. Бізге келген кезде Хусанов неге шықпайды деген кезде, ол Пеп Гвардиоламен ұрсықпаған, ол шампунь деген, оның трансферінде қосымша 10 миллион евро төлеу керек екен. Өмірі бір анау жоқ нәрсені іздеп отырамыз да. Жоқ, мен шампунь деген нәрсе енді айта береді ғой, жаңағы оқырман жаңағы оқу үшін жаңағы посттарды. Бірақ енді сен оны алдың ғой 45 миллионға. Каким-то образом сатып алдың ғой. На перспективу ғой енді оның контрактысы 1 жыл емес қой. Сен алдыңда, бірақ мына жақта қорғаушыларың бүкіл маусым шірітті.
Иә, аты Дардай, Гвардиол, Рубин Диаш деген мықты футболшылар, бірақ олар қазір бұрынғы деңгейінде ойнаған жоқ қой осы маусымда. Әлде қайда төмен деңгейде ойнады. И ары қарай да осылай ойнап жатыр мысалға, бір ойында 4 гол жіберу деген. Енді осы жерден келіп шығайын, біз енді ол Гвардиола көрмейді ғой бізді. Просто айтып жатқаным ғой, мүмкіндік беру керек шығар мүмкіндік. Өткенде Астанада өйстіп айтып Рамазан Кәрімов қазір негізгі құрамнан шықпайды ғой. Молодец, Бір рахметін айтты ма? Бір сандыққа Біраз барайық. футболшы негізі. Карьерам. Оларды жамандасаң ғана жазады. Сіз мені бүйтіп айтыпсыз ғой деп. Бұл жерде енді біз Әл-Хилалінде еңбегін жоққа шығармауымыз керек. Бұл Манчестер Сити нашар ойнады деп айта алмаймыз. Манчестер Сити барын салды, кәдімгідей терлеп, тепшіп кетті. Анау матч біткеннен кейін Фил Фоден Бірақ Әл-Хилалдан жеңілмеу керек еді негізі. жоқ, Әл-Хилалдың құрамында Әл-Хилалдың президентін көрдің ба ойыннан Сатып алған. Олар енді осындай клуб құрып, әлемдегі үздік клубтармен бәсекелес боламыз деген мақсат қойып құрған ғой басында. Қанша енді ақша сауып жатыр ғой, адамның миына сыймайды. И Ситиді жеңіп отыр да плей-оффта. Оған қоса Сауд Арабиясының клубы Әл-Хилал Біріккен Араб Әмірліктері қаржыландыратын Манчестер Ситиді жарыстан шығарып отыр да. Андай бір. Топтық кезеңде Реалмен Жоқ, дерби ғой. Бай сөйлесе берейікші. Негізі былай ғой. Негізі осы Әл-Хилалды осыны жеңу арқылы Сауд Арабиясын чемпионат әжептәуір көтеріп тастады. Енді Аль-Насырға ертең Казимиро барады. Ертең бүкіл мына Әл-Хилалмен нені толтырады бұлар. Аль-Насырға Жорж Сосын бұлар ертең Лиги чемпионовқа қосылады. Ол енді сәл өтірік болып кетті. Өтірік емес, қосылады. Ол өтірік. Әңгіме бар сондай. Мынандай Ақша берсе қосылады. Мынандай әңгіме бар. Біріншіден Сауд Арабиясының абыройын. Ғалымдар айтқан деп айта берейін да мен. Пеппен сөйлесіп жатыр сол туралы деп қойса. Жоқ, қазір әлемдік футбол, Еуропадағы футбол, УЕФА бар ғой. Ақшаға сатылайын деп тұр ғой. Сен мынандай құрамды сен қалай Элчиді ойнатпайсың? Сити жеңіп беріп тұр. Шоу жасайтын команда ғой мынау. Элчиға шоу керек как раз. Құрамға байланысты емес қой, географияға байланысты ғой. Сабыр шықты ғой бір рет. Биографиясы мен географиясы саймамай тұр ғой. Географияға оларды бас қатырмайды ғой олар. Барады, шығады. Бұлар тіпті бір жаққа барып ойнай салады, дом ойнамаса да. Жалпы егер Сауд Арабиясы УЕФА Чемпиондар Лигасында ойнаса, қазақтар айтып отырсақ, бұл қалай болғаны деп өзіміз Азияда отырып мысалы, Иә. Сәл жараспай қалатын шығар. Айтайын деген Ясин Буну қақпашы, Ренан Лоди бар, Калиду Кулибали бар, Невеш бар, Жоу Канселу бар, Малком мен Маркос Леонардо бар. Жұлдыздар ғой. Барлық ойнап. Маркос Леонардо жұлдыз кәдімгідей, иә? Екі гол соқты. Жоқ, осы жаңа Кансело деген Ситида Гвардиоламен ұрысып қалып кетіп қалып отыр ғой. Ең любимый игрогі болған. Басында бүкіл ойындарда шығып жүрді, кейін түк шықпай кетті. Себебі ана шампунь деп айтқан ба бірнеше. Жоу Канселу арендаға кетті, Баварияға кетті, Барселонаға кетті. Әл-Хилалда қазір ойнап жүр. Мықты ойын көрсетті жігіттер. Жоқ, мен мына қорғанысына таңғалдым Әл-Хилалдың, қара. Кулибали ғана центральный ғой негізі. Лодиң фланг, Невешің опорник. Сол үшеуінен қалай не шығарбаған деймін да? 3 орталық қорғаушы Симон Инзаги ғой, бапкер мықты болып тұр ғой бұл жерде. Негізі бұл команда 4 қорғаушымен ойнайтын ұжым ғой. Инзаги кеп 3 орталық қорғаушыға ауыстырып отыр. Осы шығарылымды ұзақ қылып жібереміз, 2 сағат қылып ше. Жоқ, осыны қорытындылай салайын. Ясин Буну сөзсіз матчтың қаһарманы. Енді үздік ойыншысына Маркос Леонардо алды, бірақ Ясин Буну ғой енді. Супер қаһарман, ойынды керемет өткізген. Реал Мадрид Ювентус, Реал 1-0 есебімен жеңіске жетті. Екінші тайм өте керемет болды. Бірінші тайм деген өкінішке қарай. Ясиннің туған інісі гол соқты. Сондықтан да ертең Мбаппе келген кезде жағдай қиын болайын деп тұр. Мбаппе келген кезде отырады ғой, ол екінші құрам ойыншысына айналады ғой. Мбаппе ма? Жоқ, мынау да. Шошып кеткенсің. Неге шошып кетті? Мбаппе екінші құрам футболшысына айналады. Не, оны флангқа жібере салмай ма? Гарсия үшін ба? Иә. Гарсияға. Болды. Реал өзінен шығарған футболшыларды, шабуылдағы футболшыларды онда бір қатты бағалап, бір негізгі құрам ойыншысына айналдырма ешқашан. Енді ол өзінің әлі ғой, өзінің. Мысалға енді Альваро Мората да осы сияқты шыққан кезінде. Енді қара сен Альваро Мората одан кейін басқа клубтарда да қатырған жоқ қой ол. Қатырған клуб жоқ, тұрақсыз ғой енді. Сондықтан да мына бала енді осылай ойнай берсе, мен ойлаймын, кім Мбаппені жіберетін шығар флангқа, мынаны енді байлақ қоюға болмайды ғой. Мбаппені флангқа жіберсе, Винисиус Жуниорға жібереді. Мына жаққа Родриго жарақат кетеді, жоқ, жарақаттан бөлек кетеді ғой. Жоқ, адам көп негізі. Гонсало Гарсия деген қосал құрамның ойыншысы ғой, ол 3 гол соққанмен 1000 мүмкіндігі болып отыр ғой. Мбаппе осындай сәтте Мбаппе деді, 1000 мүмкіндік болады ғой. Ол да көп қатырып жатыр. Сен отырып танымайтын адам Гарсия кеше шығып еді, неменеге жақтап отырсың? Мен Кастильоның ойынын көремін ғой. Кастильо. Мына шығарылым бітіре салып. Бапкері кім Кастильода? Рауль болды ғой? Болды ғой деймін. Сол ғой әлі.
Әлі сол ғой, Рауль. Жеп қалдым. Жеп қалдым, жаман жеп қалдым. Боруссия Дортмунд Монтеррей. Жоқ, бірақ Раульді айтпаса сен жеп қалатын едің ғой. Рисковать етіп көрейінші. Соңғы ойынды қорытындылап, сосын келесі кезеңге Монтеррей ма? өтейік. Сол Боруссия Дортмунд Монтеррей, Боруссия Дортмунд өтті. Енді ширек финалға Герасич мама да биыл, дубль жасады осы матчта, ойнап жатыр Боруссия Дортмунд. 30-ға келіп тұр орда бұзатын жағына. Міне, құрдас қой. міне көкем. Альваро Арбелуа Кастильяның жаңа бас бапкері Раульдің орнына келді. Бірінші шілде күні кеше. Дұрыс қой, свежий новость қой. Оқып жүрмейсіз бе Балғын Кастилья матчтарын қарасын? Кеше ауысыпты ғой бапкер. Флуминенс Аль-Хилаль келесі кезеңге өтеді деген болжам. Өткенде 81-ші финалға жасаған болжамның 8-дің 7-і дәл түстім. Манчестер Ситиді ғана таппадым, қалған бәрін түстім. Наугат орасаңыз ғой. Флуминенс Аль-Хилаль, Наугат Аль-Хилаль деп ойлаймын мен. Мен де. Флуминенс. О, Палмерас Челси ғой 100% ғой. Палмерес. Не, қалай 100%? Финал деп отырмын ғой. Қарсы шықсай? Кімге? Палмерас. Кімге дегенде? Маған шықпайды Ол шығар. жеріне қарсы шықшы. Палмерас. Челси маған жақпайды. Эстеван ойнайды ғой, Эстеван көреміз. Пари Сен-Жермен Бавария. О, қызы ғой. Сұр ғой. Бетон. Бавария өткізеді деп ойлаймын мен. Бұл ойынды Q-лига телеарнасы көрсетеді, таппай қалып жүрмеңіздер матчта. Реал Мадрид, Боруссия Дортмунд. Реал Мадрид. Реал Мадрид. Реал өтеді. Реал ПСЖ, Челси Аль-Хилаль деп ойлап отырмын мен сонда. Сіз бәрін керісінше ойлап отырсыз ғой сонда, иә? Қалай Челси қаяқта, мына жақта ма ол? Да, бетті. Жоқ, мен Реалмен ғана келіп отырмын ойымыз Мына өзінде. жақтан Реал Бавария. Бавария, ар жақта Палмерес пен кім? Мен сендерге бірден айтайын ба? Флуминенс. Финал бразилиялық. Сонда бразилиян клуб финалға шығады. Әрине. Финал Аль-Хилаль Реал. Челси Реал ғой финал. Точка. Онда Финал кім? Финалды талқылаймыз. финалға дейін әлі шығарылымыз болады, және болады. финалдан кейін 13 шілде күні тағы бір шығарылымыз болады. Ол кезде үндемей отырасың сен. Да? Натурыңмен деші. Жоқ, Ермаш келеді. Ұйықтап қалуы да мүмкін. Ермаш оян деп жазайық комментарияға бәріміз. Ермаш кесіп үндемей қалмаймын ғой? Болды. Тұмар сыйлығым бар. Бар. Алдың құтты болсын. Рахмет. Құтты болсын. Аяқтайық осымен жігіттер онда. Аяқтайық. Біздің енді кезегіміз ширек финал, оған дейін Қазақстан премьер-лигасының матчтары бар, және Еурокубоктар келе жатыр. Сондықтан Фон Тим арнасына міндетті түрде тіркеліңіздер, қызықты шығарылымдар өте көп болады. Олжас Байбосын, Ерсін Ерік және Әлімжан Асқар келесі кездескенше сау болыңыздар.